Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз булочки дайындаймыз. Ең алдымен 100 грамм сүтімізді құямыз. Жылы болу керек міндетті түрде. Содан кейін дрожжымызды саламыз. Және қантымызды салып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міндетті түрде араластырыңыздар. 15 минут өткеннен кейін осылай кішкене көтеріледі. Содан кейін қалған ингредиенттерді қосамыз. Ингредиенттердің грамдары астында жазып қойдым. Және барлығы жылы болу керек. Сүтіміз және жұмыртқамыз барлығы жылы болса, булочкаларымыз жақсы көтеріледі. 3 жұмыртқаның бір сарысын алып қаламыз, қалғандарын барлығын қосатын боламыз. Соңында ұнды қосатын боламыз. Ұнды мен көбінесе көз мөлшерімен жасаймын. Жұмсақ қамыр болғанша илеймін, сосын тоқтатамын. Ал сіздер үшін мен өлшеп салдым. Шамамен 500 граммдай салдым. Қатты қылып илемеңіздер, жұмсақ болуы қажет. Грамм ұнды салдым. Міне біздің тестамыз осындай болды. Жұмсақ, иілгіш болып келеді. Және бұны енді 1 сағатқа қалдырамыз, жылы жерге бетін жауып. Енді бетіне себетін ұнтақты дайындаймыз. Ингредиенттерді астына жазып қойдым. Ұн, қант, май. Май кішкене холодильниктен алыну керек. Және қатты болса жақсы болады. Және барлығын осылай үгітеміз. Барлығын ұнтақтап араластырған кезде осындай қалыпқа келу керек. Бұл ұнтақ бетіне себетін, булочканың бетіне сепкен кезде өте әдемі және дәмді болады. Жаңағы қамырымыз көтеріліпті. Енді осыны пышақпен көмегімен кесіп, аз-аздан домалақтап пергаменттің үстіне қойып шығатын боламыз. Дайын болған булочкалардың бетін жауып қоямыз, 15 минутқа қалдырамыз, кішкене көтерілу керек, тым жақындатпаңыздар арасын. Және 15 минут тұрды, енді бағанағы жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығасыздар. Жұмыртқаның сарысын барлығына жағып шықтық. Енді бағанағы дайындаған ұнтақты бетіне себетін боламыз. Барлығына сеуіп шығамыз. Булочкаларымыз дайын болды. Енді 180 градусқа 25-30 минутқа пешке пісіретін боламыз қызарғанша. Булочкаларымыз пісіп шықты. Өте иісі де, дәмі де өте керемет, жұп-жұмсақ. Бұл булочкаларды үлкендер де, кішкентай балалар да өте жақсы көреді. Үйге дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге булочканың ішкі көрінісін көрсетейін. Міне бөліп, өте жұмсақ екенін көріп тұрсыздар. Міне ортасынан бөлдім. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үйге жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен болған қымбат. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.